Бізде мысалы мына екі адам кездесіп қалады ғой, сонда кездескен кезде аяғына қарайды. Sana екінші адам айтады, дұшпан аяққа қарайды дейді. Сонда біз қазақтың бір сөзін біз дұрыс түсініп жатырмыз ба, мағынасын түсініп жатырмыз ба? Мысалы біздің бабаларымыз айтады, дос басқа қарайды, дұшпан аяққа қарайды дейді. Оның мағынасы не? Достың басқа қарайды деген себебі, дос әрдайым сізден жақсы нәрсені көргісі келеді. Сіздің кейбір қателіктеріңізге көзін жұмып жібереді. Сізге әрдайым тілеулес болады, тілектес болады, сіздің өскеніңізді қалайды. Ал дұшпан болса, дұшпан әрдайым сізден негатив іздейді. Сіздің ол жығылғаныңызды, сіздің сүрінгеніңізді күтеді. Сондықтан ол сізге тілектес емес. Міне, дұшпанның аяққа қарайды деуінің мағынасы осы екен. Ал мұсылман адам әсте ешкімге дұшпандық қылмайды. Ол мысалы Алла Тағала біреудің рызық несібесін кең қылады, біреудің рызық несібесін тар қылады. Бұның бәрі Алладан. Яғни мұсылман Алланың ісіне араласпайды. Оған дұшпан